Сәлеметсіздер, қыз-келіншектер. Бүгін біз эко бағдарламасын қанша жасқа дейін жасауға болатынын айтып кететін боламын. Эко бағдарламасына жалпы біз, егер сіз өзіңіздің клеткаларыңызбен, жасушаларыңызбен жасағыларыңыз келсе, онда 42-44 жасқа дейін болады. Неге ондай шектеу? Себебі 35 жастан кейін өкінішке орай біздің клеткаларымыздың сапасы бірден төмендейді. Фолликулдардың саны да соған сәйкес төмендеп кетеді. Яғни айтып жатамыз авариалды қор деп. Әрине, біз клетканы алғанның өзінде де эко бағдарламасында олар 5-ші күн эмбрионға, ұрықтанған эмбрион 5-ші күнге дейін жетпей қалуы мүмкін, яғни бластоциста сатысына. Өйткені сапа төмендегендіктен. Сондықтан егер сіздер 35-38 жаста жүктілік жоспарлап жүрген болсаңыздар, уақыт жоғалтпай, именно репродуктолог дәрігерге қаралғандарыңыз дұрыс. Ал сол эмбрионды тасымалдау 52 жасқа дейін жүргіземіз. Бұл жерде әрине өзіңіздің клеткаңызбен болуы мүмкін, донорский болуы мүмкін. Ол дегеніміз 40 жас, 45 жас сіз үшін приговор деген мағынаны білдірмейді. Сондықтан қолдарыңызды босатпаңыздар. Алға сіздерге сәттілік.